Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі тақырып қыстырма сөздер. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз қыстырма сөздер туралы. Сіздің меңгеретініңіз қыстырма сөздерді ажырата аласыз. Қыстырма сөздердің тыныс белгілерін қоюды үйренесіз. Оқулықпен жұмыс жасайық. Жақсы мен жаман өлеңі. Авторы Абдырахман Асылбеков. Жақсы деген немене? Әдеп пенен өнеге. Үлкендерді сыйлауың, ақыл сөзін тыңдауың. Жаман деген немене? Жаман деген жақсы емес. Жей қоятын тәтті емес. Жақсы істерді көрмеуің, кішіге көмек бермеуің. Өлең не туралы, балалар? Өте жақсы. Жақсы және жаман әдеттер туралы. Тамаша. Ал енді, балалар, өзімізді тексерейік. Қыстырма сөздерді қоя отырып, сөйлемдерді дұрыс құрайық. Мысалы, меніңше, үлкендерді сыйлау жақсы қасиет. Дұрыс құрадық. Сірә, еріншектік жақсы қасиет. Дұрыс па, балалар? Жоқ, дұрыс құрамадық. Ендеше қыстырма сөздерді дұрыс пайдаланып, сөйлемдерді жүйелі құрайық. Жақсы мен жаман өлеңіне сай келетін мақалды тауып айтыңыз. Қай мақал өлең мазмұнына сәйкес келеді? Енді, балалар, оқулықтағы 14-ші жаттығуды орындайық. Сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жазып, өз мұғаліміңізге жіберіп, кері байланыс алыңыз. Сіз қандай тыныс белгісін қойдыңыз? Неліктен қойдыңыз? Мән беріңіз. Ал өзімізді тексерейік. Қыстырма сөздің тыныс белгісі қай белгі? Өте жақсы, балалар. Балалар, біз өз ойымызды дәлелдеп үйренуіміз керек. Мысалы, сөйлемде қыстырма сөз кездессе, оны қалай дәлелдейміз? Ол үшін мына кестеге қарасаңыздар болады. Мысалы, сөйлемде қыстырма сөз кездессе, бұл қыстырма сөз. Өйткені сөйлемдегі ойға сөйлеушінің әр алуан көзқарасын білдіріп тұр. Яғни, ол қандай көзқарасы? Сену, мақұлдау, күмәндану болуы мүмкін. Сол кездескен сөзге байланысты. Сол сөзді атаймыз. Бұл мүмкін деген сөз, мысалы, немесе сірә сөзі болуы мүмкін. Яғни, сол жерде кездескен сөзді атаймыз. Және қыстырма сөздің тыныс белгісі үтір. Өйткені, ол сөйлем басында келсе, үтір одан кейін қойылып тұр. Дегендей, яғни өзіңіз кездескен сөйлемді осы бағытта дәлелдеп үйренуіміз керек. Ал, балалар, шығармашылық үзіліс жасайық. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Адам көп екен. Кезекте тұрғандардың арасына кимелеп кіріп кетті. Кезекте тұрғандар реніш білдіріп, Бауыржанға жаратпаған кейіп танытты. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Бауыржанның орнында сіз болсаңыз, не істер едіңіз? Балалар, жаңағы мәтін бойынша өздеріңізді тексеріңіздер. Қай нұсқасын таңдар едіңіздер? Және көп нүктенің орнына меніңше, бәлкім, сірә, немесе мүмкін деген сөздерді де қолдануға болады. Қайсы тиісті, тек соны қолданамыз. Неліктен?
ол қыстырма сөздер деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабақта сіздер қыстырма сөздерді ажыраттыңыздар. Қыстырма сөздерді сөйлемде дұрыс пайдалануды үйрендіңіздер. Қыстырма сөзді үтір арқылы анықтауды үйрендіңіздер. Егер осы сұрақтар төңірегінде жақсы жауап берсеңіздер, сіздер бүгінгі сабақ мақсатына жеттіңіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.